Сәлеметсіздер ме оқушылар? Дүниетану пәні 3-ші сынып. Тақырыбы: туристің қайда сапар шеккені жөн? Мақсаты: Қазақстанның ерекше тартымды туристік нысандарының рейтингін құру. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз ерекше болмақ. Квест ойыны арқылы саяхаттайтын боламыз. Бағалау критерийлер: туристік нысандардың түрін анықтайды, белгілі бір туристік нысандарды сипаттайды, белгілі бір туристік нысандар рейтингін құрады. Квест жайлы сөйлесейік. Квест түрлі шытырман, қызықты тізбекті тапсырмалардан құралған және бір мақсатқа жетуге бағыттайтын ойын. Квест ойынында алғырлық, тапқырлық, шапшаңдық, білімділік қасиеттері қажет болады. Сіздердің ойларыңызда осы қасиеттер бар деген сенімдемін. Онда квест ойынына дайынбыз ба, балалар? Дайын болсақ, квест ойынына квест машинасының көмегімен саяхаттаймыз. Ойын қадамдарымен танысайық. Бірінші кезең — шифровка, шифрлау. Екінші кезең — сырсандық құпиясы. Үшінші кезең — қазақ жерінің керемет жұмбағы. Төртінші кезең — сәйкестік алаңы. Бесінші кезең — менің жазғы демалысымның нысаны. Алтыншы кезең — шешуші сәт. Бірінші кезеңді бастаймыз. Шифровка, шифрлау. Координаталар тақырыбын біз математика сабағында танысқан болатынбыз. Қазақстанның көрікті жерлерінің атауларын анықтайтын боламыз. Бағалау критерийлері туристік нысандардың атауын анықтап жазады. Мына кестеге көңіл бөлейік. Мұнда координаталық нүктелер арқылы біз жасырын сөзді анықтаймыз. Кестені жақсылап мұқият қарап алайық. Бейне жазбаны тоқтатып, сөздерді анықтайық. Оқушылар, сіздерде қандай сөздер анықталды? Жұмбақтас, наурызым, тамаша, керемет. Осы орындарды бір сөзбен қалай атауға болады? Қазақстанның көркем жерлері деп атайды екенбіз. Ал, балалар, тағы біз қандай көрікті жерлер бар екенін бейне жазбадан анықтай аламыз. Алматы қаласынан 300 шақырым қашықтықта Күнгей Алатау бойында орналасқан мекен. Ол аймақта 3 көл бар. Көлсай 1, Көлсай 2, Көлсай 3. Көл суы мөлдір, ауасы таза, табиғаты тартымды болып келеді. Қайынды көлінің жағалауында киіз үйлер тігілген ауылдар. Ол аймақта бірнеше күнге келген жандар тау суына шомылып, самалды дәм татса болады екен. Қорғалжын орталық Қазақстанда орналасқан. Кездесетін өсімдік пен жануар әлемнің барлық дерлік түрі қызыл кітапқа енген болатын. Су құстарының 300 түрі кездеседі. Қорғалжын табиғатымен танысу аймақтың мұражайдан да басталады. Көкшетау Ақмола облысында орналасқан аймақ болып табылады. Бұл аймақта Зеренді, Шалқар, Саумакөл, Иманты тау көлдері бар. Орманталық аймақтың 60-ын құрайды. Және де бұл аймақтың орман гүлдері қорғалып, Көкшетау ұлттық саябағының құрамына кіреді. Сайрам Оған немесе Өгей аумағы 149 мың гектарға жететін оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан саябақ 2006 жылы ұйымдастырылды. Саябақ құрылған кезде басты мақсат Батыс Тянь-Шань тау жоталарында табиғат байлықтарын қорғау мен экологиялық туризмді дамыту болды. Табиғатты қорғау жұмыстарын ерекшеліктеріне байланысты саябақ қорық шектеулі шаруашылық жұмыстарын жүргізу туристік болып 3 аймаққа бөлінген болатын. Саябақта өсімдіктердің 1500-ден астам түрі, сүтқоректердің 60-тан астам түрі, құстардың 300 түрі кездеседі. Ақсу жабағылы Қазақстан мен Орта Азиядағы алғашқы қорық оңтүстік Қазақстандағы облысында орналасқан. Ақсу жабағылы қорығы Батыс Тянь-Шань тауының 850 шаршы метр аумағын алып жатыр. Қорықта өсімдіктердің 1279 түрі кездеседі. Оның 57 қызыл кітапқа енген. Сүтқоректі жануарлардың 51 түрі ғана екенеді. Бейне жазбаны тамашаладық. Екінші кезеңге де жетіп келдік. Сыр сандық құпиясы. Бағалау критерийлер. Туристік нысандардың түрлерін, ерекшеліктеріне байланысты болған сұрақтарға жауап береді. Бірінші. Видеода қандай жерлер аталды?
Іле тауының ерекшеліктері неде? Ақсу Жабағылы туралы қандай мәлімет алдың? Бурабайдың таңдандыратын ғажайыптары неде? Осы сұрақтарға жауап жазамыз. Үшінші кезең. Қазақ жерінің керемет жұмбағы. Бұл кезеңді орындау үшін бізге оқулық қажет болады. Оқулықтағы мәліметтермен танысып, осы кезең тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бағалау критерийлері. Туристік нысандардың түрін, ерекшеліктерін анықтайды. Мәліметтер көмегімен картадан территориясын, тиісті жауаптар тізбегін анықтап жазады. Жұмбақ бөліктері. А. Картадағы орнын анықтаймыз. Б. Нысандарға жарнама жасаймыз. С. Территориялық әлеуметтік мәліметтерге берілген сұрақтарға жауап жазамыз. Дескрипторы. Туристік нысандардың түрін, ерекшеліктерін анықтайды. Мәліметтер көмегімен картадан территориясын, тиісті жауаптар тізбегін анықтап жазады. Мәліметтермен танысып болсақ, Қожа Ахмет Яссауи ұлағаты сыры анықтайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қандай құрылыс? Екінші сұрақ. Жамағатхананың ерекшелігі қандай? Үшінші сұрақ. Ғимараттың биіктігі неше метр? Жұмбақтастың жұмбағы. Жұмбақтастың пішіні мен жиектері қандай? Екінші сұрақ. Жұмбақтастың жұмбағы не? Үшінші сұрақ. Орыс тілді авторлар жұмбақтасты не деп атап кеткен? Медеу мұздақтары. Медеу спорт кешені нешінші жылы құрылды? Медеу мұз айдыны неше әуесқой конькишілерді қабылдайды? Медеу мұз айдыны қай жерде орналасқан? Төртінші кезеңге келіп жеттік. Сәйкестік алаңы. Бағалау критерийі. Белгілі бір туристік нысандардың атауын анықтайды, тиістіні белгілейді. Суреттер мен сандарды сәйкестендіреміз. Дескрипторы. Бейнеленген туристік нысандарды ажыратады, суреттер мен сандарды сәйкестендіреді. Ал балалар, квест көлігіне отырып, 5-ші кезеңге жетіп келдік. Менің жазғы демалысымның нысаны. Мына нысандарға назар аударайық. Мен Қазақстанның тарихи орындарына саяхаттағым келеді. Ал мен денсаулығымды сауықтыруым қажет. Ал мен табиғаты әсем жерлерді аралап көргім келеді. Оқушылар, ал сіздер осы 3 оқушының таңдаған нысандарымен келісетін болсаңыздар, маған бейне жазбаны тоқтатып, белгі жіберсеңіздер. Ал енді ең көп таңдалған орынды белгілеу уақыты да жетіп келді. Сіздердің көмектеріңізбен диаграмманы толтырып, рейтингті анықтаймыз. Сонымен біз Қазақстанның кейбір туристік нысандарының рейтингісін жасадық. Ал шешуші сәтке де жетіп келдік. Тау құрылысын көріп тұрмыз. Бүгінгі сабақта белсенді қатысып, барлық сұрақтарға өте жақсы жауап берген оқушылар барлығын білдім, демек ол таудың биік шыңына орналасады. Түсіндім, сұрақтардан қиналдым деген оқушылар тау бөктеріне орналасады. Ал қиналдым деген оқушылар тау етегіне жайғасады. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына ерістік пе оқушылар? Бүгінгі сабақта сізге не қызық болды? Сіз үшін қандай тапсырма қиын болды? Осы сұрақтарға жауап күтемін. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.